Кайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен сказка тортының рецебімен бөлісетін боламын. Балалық шағымыздағы өте дәмді және ерекше дәмімен есте қалған сказка торты менімен бірге жасаңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқаны сарыуызын және ақуызын бөліп аласыздар. Ақуызын бірінші үлкен жылдамдықта миксерлеп алатын боламыз, қантты қосып. Содан соң сарыуызын ақырында бөлік қылып саласыздар. Мөлшерін бәрін описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Төрт-бес минут миксерлеп болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды салып, қасықпен араластыратын боламыз. Біздің массамыз жеңіл, воздушный болып шығады. Түйіршіктер қалмағанша барлығын біріктіретін боласыздар. Ақырындап біріктіруіміз керек. Осындай масса пайда болу керек, қоюырақ масса, сұйық болып қалмауы керек. Бұл тортты жасардың алдында міндетті түрде микротолқын пештеріңізді алдын ала қосып қыздырып алыңыздар. 200 градуста 10 минут пісіретін боламыз. Пергамент қағазға төсеп аласыздар. 4 бұрыш формаға формасын біркелкі қылып келтіресіздер. Міндетті түрде 10 минут қана пісіруіміз керек. 10 минуттан артық пісіретін болсаңыздар, рулетіміз сынып қалады және оралмайтын болып қалады, қатып. Бисквитіміз пісті, ал енді бисквитімізге пропитка жасаймыз. Пропиткаға мен 1 шай қасық коньякпен суға араластырып пропитка жасап қойдым. Және енді креміне көшеміз. Мен кремін 1 күн бұрын жасап қойдым. Біз кремді 2 бөлікке бөліп жасайтын боламыз. Бірінші кремінде 1 жұмыртқаны осылай қантпен сүтке араластырып қайнататын боламыз. Қайнағаннан кейін 2-3 минут қайнатасыздар. Мен 1-2 минут қана қайнаттым, және бізге сгущенка сияқты масса пайда болу керек. Міндетті түрде араластырып отыруларыңыз қажет қайнағаннан кейін. Ал енді таза ыдысымызға соны құйып, суытып қоятын боламыз. Бетін пищевая пленкамен, немесе менде пищевая пленка болған жоқ, сондықтан мен пакетикті алып үстінен жауып суытып қойдым. Ішіндегі көпіршіктері ауасын барлығын шығарып тастадым. Міне, осылай шығарып тастайсыздар және суытып қоясыздар. Ал енді екінші кремімізді жасаймыз. Оған бізге 210 грамм сары май, 82%-ық осылай миксерлейсіздер жақсылап. Жеңіл аппақ болғанша миксерлейсіздер жоғары жылдамдықта. Содан соң суыған екінші кремімізді бөлікке бөліп осылай миксерлейтін боламыз.
барлық қоспамызды қосып, миксерлеп біткеннен кейін бір аз қасық коньягымызды қосып, тағы да үлкен жылдамдықта 1-2 минут миксерлейміз. Егер сіздер коньяк қосқыларыңыз келмесе, онда қоспай жасай берсеңіздер болады, бірақ мен сіздерге коньякпен кеңес етемін. Сол үшін сказка тортының ерекшелігі сонда болып табылады, кремінің дәмінің. Және осылай барлығын бір келкі қылып жағып аламыз. Кремді 2-ге бөлдім. Бір кремді осылай ішіне жағып шығамын, ал екінші бөлігін біз әсемдеуіне қалдыратын боламыз. Міне барлығын жағып біткеннен кейін орайтын боламыз. Орап болғаннан кейін енді жан-жағына кремімізді жағып, содан соң мен осы креміне какао қостым, бір аз қасық какао қосып, барлығын араластырып, шоколадный крем пайда болады бізде. Бұл бізге әсемдеуіне кетеді. Бірінші жан-жағына жақсылап жағып, содан соң печеньені үгітіп, 2 жанына жағып шығасыздар. Мен рахаттың печеньесін алдым. 3-4 тал жеткілікті болады сіздерге осылай жағып шығуына. Міне осылай әсемдеп аласыздар. Барлығын жағып әсемдеп біткеннен кейін таза ыдысымызға салып аламыз. Содан соң әсемдеуімізді жалғастырамыз. Міне ыдысыма салып аламын. Содан соң осындай насадкамен осылай сызық қылып жағамыз. Егер сіздерде бұндай насадка болмаса, вилкамен осындай сызық қылып жасап шықсаңыздар болады. Осындай насадкамен барлығын сызып шықтым. Содан соң екі шетіне басқа насадкамен гүлдер жасап шықтым. Астарыңыз дәмді болсын. Осындай тортты менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте әдемі және дәмді болып шығатын сказка торттын жасаңыздар. Егер осы видео сіздерге ұнаса, менің каналыма подписаться етіп, қоңырауша белгісін басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгүл Сәкеновна.